жалпы былай, сенбі күні қоюға тура келді дейсіз да? Сенбі күні еңбек кодексында белгіленген Қазақстан азаматтарының демалатын күні, яғни ол деген ертең демалыс берем дегенге жатпайды. Ол адам дәл сол аптада адам баласы демалу керек. Өйткені мұғалімдер де жасушадан жаратылған кәдімгі адам. Біз тамақ ішеміз, біз өмір сүреміз, біз ұйықтаймыз, біз демаламыз. Ал бірақ біз демалуымыз керек. Ал сіздер соны ұрлап жатсыздар. 1 қыркүйектің ақшасын қай облыс, қай аудан төледі? 1 қыркүйек қарызсыздар. 1 қыркүйек не күні болды? Жексенбі күні болды. Қарызсыздар. Төледі ме? Қарасай ауданы отырмын не білім басшысы? Білім бөлімінің басшысы. Төлеген жоқ. Bir адам алған жоқ Қазақстан бойынша. Ал енді келесіздерде өткен сенбіде ұрладыңыздар тағы мұғалімдердің сенбісін. Одан кейін сенбіде. Жақсы, не қылады дейсіз? Кейін каникулда демалыс береді дейсіз. Дұрыс шығар. Оған бұйрық шықты ма? Бұйрықсыз қалай сіз демалыс бергізесіз? Сіз көршіңізбенен неге келіп отқан жоқсыз ғой? Келісімшарт жасап отқан жоқсыз ғой? Жай ғана ауызбен демалыс бере салатын. Бұйрық шығарыңыздар оған.